Сәлем достар, сіздермен таңдау YouTube арнасы. Назарларыңызға мамандыққа апарар жол YouTube шоуы. Оқушыларымыз өз армандарын және мамандық таңдау кезіндегі ішкі күмәндарын ашық айтып, кәсіби маманнан кеңес алатын күн. Бүгінгі студиямызда 10 сынып түлектері және де 9 жыл тәжірибесі бар профориентолог маманы Жұлдыз Рашидқызы. Алдымен енді кейіпкерлеріміз өз кейіпкерлеріміздің әңгімесін тыңдайық. Бұлар өздерінің нақты жағдайларын айтады. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Аружан, мен 11 сынып оқушысымын. Мен өзім қазақ тілі әдебиет пәнін сүйіп оқимын, бірақ менің ата-анам дәрігер болғанымды қалайды. Осы тұста сізден кеңес алсам, қай мамандықты таңдағаным дұрыс? Кеңесіңізді айтсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Аружан, сенің сұрағың түсінікті. Қазіргі таңда мектеп бітіруші түлектердің 90% ата-анасы балаларының мамандық таңдау жолында өздерінің ақыл кеңестерін береді. Бұл қалыпты жағдай. Енді сен өзіңнің таңдауыңды нақтылау жолында бірінші ата-анаңа өзіңнің қызығушылығың туралы нақты айтуың керек. Яғни сен тіл әдебиет саласына, шығармаларды оқығанға, эссе жазғанға, өзіңнің ойыңды ашық анық жеткізгенге, шығармаларды талдауға жаңа қызығушылығың бар екенін айта кеткенің жөн. Одан кейін мамандық таңдауда жаңағы өзіңнің сүйікті салаңды таңдасаң, табысқа жете алатыныңды ата-анаңа жеткізгенің дұрыс. Және медицина саласы бұл адамның жанын емдесе, ал сіздің жақсы көріп отырған әдебиет саласы бұл адамның рухани әлемін жаңа емдейді. Сондықтан осы тұста сіз өзіңіздің қызығушылығыңызды ата-анаңызға жеткізсеңіз, ата-анаңыз сізді қолдайды деймін. Және болашақта сүйіп таңдаған мамандығыңыздың арқасында табысқа жететініңіз анық. Жауабыңызға көп рахмет. Ал енді біздің келесі түлегіміз, өзіңіздің сұрағыңызды қойсаңыз болады. Менің атым Азамат, мен 11 сынып түлегімін. Және де менің сізге қояр сұрағым, мен өзім жастайымнан көп жақты болғандықтан кейін қазіргі таңда өзімнің өмірлік жолын таңдауда өте қатты қиналып жүрмін. Мен өзім балалық шағымнан бері өнер мен спортқа қызыққанмын, бірақ та қазіргі осы соңғы жылы кәсіппен қатты қызығып жүрмін. Маған осы үш мамандықтың арасында қайсы мамандықты таңдаған дұрыс деп ойлайсыз? Жақсы. Сізге былай жауап беремін. Ең бірінші сіз қызығушылығыңызды нақтылауыңыз керек. Қай пәндерді сүйіп оқисыз, қай салада жұмыс жасаған кезіңізде сіз өзіңізге керемет әсер аласыз, осыны нақтылап алу керек. Одан кейін екінші өзіңіздің құндылықтарыңызды анықтауыңыз керек. Бұл тұста сіз командамен жұмыс жасаған жақсы көресіз ба, әлде жеке жұмыс жасаған жақсы көресіз ба, әлде адамдарға көмектескенді жақсы көресіз ба, осыны анықтап алу керек. Одан кейін үшінші мамандықтар әлеміне зерттеу жүргізу керек. Сол салаларда әр мамандықтың өзінің плюсы мен минусы болады, соны зерттеп анықтауыңыз керек. Одан кейін төртінші кәсіби диагностикалық тесттерді тапсыру керек. Бұл жерде сіз өзіңіздің күшті жақтары мен әлсіз жақтарыңызды анықтайсыз. Осы арқылы қандай мамандықтарға сіздің қызығушылығыңыз бейім екенін анықтай аласыз. Одан кейін түрлі маман иелерімен, яғни жетістікке жеткен маман иелерімен кездесулер жасап, сұхбат жасап, және сонымен қатар түрлі өндіріс орындарына экскурсия жасап, олардың жасап жатқан қызметтерін көріп, жаңағы сіздің де тарапыңыздан қызығушылық туындай ма, соған тоқталу керек. Бұның барлығын зерттеп алғаннан кейін сіз кәсіби профориентологтың кеңесіне жүгінуіңіз керек. Сол кезде ғана барып, жаңағы нақты шешімін ала аласыз. Сұрағыңызға рахмет. Және де толық ақпарат алу үшін сізбен жеке кездесу үшін қай жерге баруым және қашан барғаным дұрыс? Енді осы менің жаңа сізге айтып кеткен кеңестерімнің барлығын ескергеннен кейін маған кез келген уақытта хабарлассаңыз, мен сізбен бірге бос уақытымды белгілеп, бірге екеуміз сіздің болашағыңызды анықтауға әрекет жасаймыз. Жақсы, рахмет көп сіздің арқаңызда жақсы кеңес алдық деп ойлаймын. Рахмет көп. Ал енді Жұлдыз ханым, осы түлектерімізден бөлек біздің әлеуметтік желіміздегі оқырмандардан келіп түскен тағы бір-екі сұрақтарымыз бар еді. Сол сұрақтарға жауап беріп кетсеңіз. Өзімнің қабілетім мен бейімділігімді қалай анықтауға болады? Жалпы 9-шы сыныптан бастап оқушылар өзінің қызығушылығы мен бейімін анықтау үшін бірнеше диагностикалық тесттерден өтсе болады. Олар профиль әдістемесі, одан кейін MBTI тестілеуі, Голланд тестілеуі, одан кейін Галлап тапсырса болады, одан кейін осының барлығын тұжырымдап
тануай тестінен де өтсе болады. Қандай мамандықтар шығармашылықты талап етеді? Шығармашылық емтиханда талап ететін мамандықтар бұлар бастапқы әскери дайындық мұғалімі, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, музыка пәнінің мұғалімі, көркем еңбек пәнінің мұғалімі, сонымен қатар дизайн, сәулет және тынығу саласының мамандықтары болып келеді. Сонымен қатар өнер саласының мамандықтары, оның ішіне хореография, вокал өнері, театр өнері, осы сынды мамандықтар кіреді. Жауабыңызға рахмет. Қателесіп мамандық таңдасам не істеу керек? Осы сұрақ көбінесе бізде әлеуметтік желілерде көп келетін сұрақтардың бірі болып саналады. Мамандықты қателесіп таңдаған бала сол мамандықты жаңағы толықтай бакалаврдың көлемінде оқып бітіргеннен гөрі ертерек шешім қабылдап өзінің мамандығын ауыстырғаны жөн. Егер ол грант негізінде оқуға түскен болса, өзінің қалап тұрған мамандығына ақылы бөлімге ауысады. Егер ол бала ақылы бөлімге түскен болса, онда өзінің таңдап тұрған мамандығына ауысса болады. Бірақ бала бір нәрсені ескеру керек, өзі жаңағы ұнамайтын мамандығымен жүріп, мысалы, көбінде болады, бізде грант негізінде оқуға түсіп алады да 4 жыл бойы сол мамандық бойынша оқып жүре береді, ал бірақ бітіргеннен кейін ол саламен жұмысқа тұра алмайды. Одан кейін мемлекет тарапынан оны отработка күтеді, үлкен шығын, бұл қаржылық орталықтан келеді. Сондықтан бала шатасқан болса, дер кезінде шешім қабылдап, өзінің мамандығын ауыстырғаны жөн. Оқу орны таңдағанда неге мән беру керек? Бұл өте өзекті сұрақ, себебі сіз мамандық таңдаған кезде жоғары оқу орнын дұрыс таңдай алғаныңыз сіздің болашақта сапалы маман болуыңызға үлкен үлесін тигізеді. Бұл тұста жаңағы мамандығыңыз, таңдап отырған мамандығыңыз қаншалықты ол университетте рейтингісі бойынша жоғары, және сондағы оқып шыққан түлектердің жұмысқа орналасу пайызы қаншалықты, соның барлығын ескеріп, және университеттің материалдық базасы сіздің мамандығыңызға сай, соны оқытып шығаруға сай құрылған ба, соның барлығын ескеру қажет. Ал енді өзіңіз білетіндей, қазіргі таңда көп мектеп оқушылары, яғни түлектері, университет түлектері белгілі бір мамандыққа шекті балын жинай алмай жатыр. Осы кезде оларға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Не істеген дұрыс, егер ол балды жинай алмай жатса? Қазіргі таңда шекті бал жинамай жатқан балалардың саны өте көп, және бұл балаларға айтар кеңесім, өмір бұнымен тоқтап қалған жоқ. Ең бірінші, егер сіз шекті балды жинай алмай қалсаңыз, алдағы уақытта шартты түрде университетке оқуға түссеңіз болады. Бұл деген сөз, сіз өзіңіздің оқуға түскен университетіңізге ОБТ сертификатын қарыз боласыз. Яғни ОБТ-ны келесі жылғы түлектермен бірге тапсырып, шекті балды өткізіп, ары қарай ақылы бөлімде біліміңізді жалғастырып кете бересіз. Болмаса, дәл осы сіздің өзіңіз таңдап тұрған мамандықты арнаулы оқу орындары, яғни колледжде оқысаңыз болады. Жұлдыз ханым, студиямызға келгеніңізге, уақытыңызды бөлгеніңізге және де сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Және де егер де сен осындай мамандық таңдау жолында қиналып жүрсең, пікірге өзіңнің ситуацияңды жазып кет. Бәлкім келесі шығарылымда сені шақырамыз. Каналымызға жазылып, өз пікіріңді жаз. Себебі сенің пікірің біз үшін өте маңызды.